Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін 12 желтоқсан Жаңаарқа ауданының тумасы, белгілі жазушы, филология ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, сазгер Сланұлы Ақселеу Сейдімбектің туған күні. Осыған орай бүгін біз сіздерге музей қорындағы сақтаулы тұрған жазушының жәдігерлерімен таныстыру мақсатында онлайн экскурсияны назарларыңызға ұсынбақпыз. Біздің музейде Жаңаарқа тарихы деп аталатын залымыз бар. Ал бұл залда тұғыры биік тұлға деп аталатын Ақселеу Сланұлы Сейдімбекке арналған бөліміміз бар. Бұл бөлімде жазушы сазгердің өзінің қолданған заттары қойылған. Бұл Ақселеу Сейдімбектің өзінің киген костюмы, сондай-ақ көйлегі. Жүн матадан тігілген топысы. Өзінің қолданған тарағы, қаламы, бәкісі және де қойын дәптері. Бұл қойын дәптерінің бірінші бетінде көктегі күнге, жердегі еліме мейірім қанбады деп өсиет қалдырған. Сонымен қатар ізет карточкалар мен құжат көшірмелері, яғни профессор атағын алған кездегі, сондай-ақ мемлекет сыйлығы лауреаты атағын алған кездегі куәліктерінің көшірмелері қойылған. Және Ақселеу Сейдімбектің бейнесі тоқылған кілемше де бар. Ақселеу Сейдімбектің бюстісін Иманғали Тасмағамбетов өзі жасатып, оны Жаңаарқа музейіне тарту ретінде беріп жіберген болатын. Көзі тірісінде Ақселеу Сейдімбек өзінің қолданған заттарын музейге тапсыруды ұлына өсиет еткен екен. Осылайша әкесінің өсиеті бойынша 2010 жылы ұлы Ернар музей қорына әкесінің қолданған заттарын жәдігер етіп тапсырады. Назар қойып тыңдағандарыңызға алғыс білдіреміз. Келесі онлайн экскурсияда жүздескенше.